Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып пісетін дәл осындай котлет жасайтын боламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Және видео пайдалы болған болса, лайк басуды ұмытпаңыз. Ол үшін бізге керек заттар 2 картоп және сәбіз, пияз, тартылған ет керек болады. Енді тазаланған картопымыз бен сәбізімізді үкіштің жіңішке жағынан жақсылап барлығын өткізіп алатын боламыз. Барлығын өткізіп алдық. Енді тартылған етіміздің үстіне картошкамыз бен сәбізімізді салдым. Одан кейін пиязымызды ұсақтап турап алатын боламыз. Пиязымызды турап болдық. Енді ұсақтап туралған пиязымызды салдық. Дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің фаршымыз дайын болды. Енді қолдың көмегімен дәл осылай котлеттің көлемін жасап алатын боламыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Енді отқа табамызды қойып, майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Одан кейін котлеттерімізді бір-бірлеп салып пісіріп бастайтын боламыз. Осымен біз котлеттерімізді салып пісіріп бастаймыз. Бізде тек формасын ұстау үшін ғана осылай 2 жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. 5-10 минут уақыт кетеді. Дәл осылай барлығын салып, асты қызарғанша пісіріп, келесі бетіне аударамыз.
Екі жағын жақсылап қуырып алғаннан кейін котлеттерімізді осылай бір ыдысқа алып алатын боламыз. Котлеттерімізді алып қойдық. Енді осы майға ұсақтап тұралған пиязымыз салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін жақсылап қуырылғаннан кейін осылай суымыздың үстіне томат пастасын салып, жақсылап араластырып, осы пиязымыздың үстіне құятын боламыз. Одан кейін біздің суымыз 10-15 минуттың ішінде қайнап шықты. Дәл осылай қайнап жатқан кезде котлеттерімізді салып 35-40 минуттың ішінде пісіріп алатын боламыз. Астын баяу отта қалдырыңыз. Осымен біздің котлеттеріміз өте жақсы болып пісіп шықты. Ас болсын, ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл котлеттің ішінде картошка мен сәбіз болғандықтан гарнирға еш нәрсе ұсынбай қойсаңыз да болады. Егер қаласаңыз, өзіңіз қалауыңыз бойынша пюрені немесе макарон немесе кез келген өзіңізге ұнаған гарнирмен ұсынсаңыз болады.